Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті студент жастар, білім алушылар, оқу орнының жанында білікті мамандары, құқық қорғау органдары мен мемлекеттік басқару жүйесінің жанында білікті мамандары, лауазымды адамдар. Өзімді жанында таныстырып кетейін деп тұрмын. Мен осы Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің ағартушылық жұмыстар штабының мүшесімін. Дулатова Қалады Дулатұлы заң ғылымдарының кандидатымын. Қылмыстық құқық ғылымынан зерттеушімін, зерттеу жүргізіп жүрмін. Осы 2020 жылдың 1 қыркүйек күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдамасын тыңдап, жолдамасына басты назар аударып, жақсы жағдай оң пікірдеміз, әрине қолдаймыз. Осыған орай біз енді өткілік дейміз ғой, пікір, өзімнің пікірімді де айтқым келіп тұр, айтып кетсем бе деймін. Енді мемлекет басшысы осы жағдай мемлекетімізде әлеуметтік жағдай бойынша тұрмыс қарым-қатынасы, экологиялық қарым-қатынас, соның ішінде жағдай қаржыға қарым-қатынас, мектеп оқу саласындағы қарым-қатынас, тұрғын үй салу жайлы көптеген, соның ішінде сыбайлас жемқорлықпен күрес, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жақсы бағдарламалар беріп кетті. Жақсы бағыт беріп, жақсы тапсырмалар берді. Енді өзіме осы жағдай жақын тақырып ол әрине сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Қазіргі уақытта әрине сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау бойынша, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша батыл, жан-жақты жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине мемлекет басшысы мынадай тапсырма беріп отыр. Бұл енді жақсы бастама болып тұр. Осы 2020 жылдың аяғына дейін Қазақстан Республикасында қоғамдық бақылау туралы заңды қабылдау. Қоғамдық бақылау туралы заңды қабылдау, ол деген келешекте біздің барымыздың, барша азаматтардың осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға атсалысуына үлкен мүмкіндік ашып береді. Келешекте жаңағыдай осы мемлекеттік басқару жүйесімен бірге азаматтар, қоғамда қарапайым халық, азаматтар барша бірлесе отырып, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға атсалысу керек. Сол атсалысу барысында, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл барысында осы қоғамдық бақылау заңы бірден-бір қадам және негіз болып табылатын болады. Сонымен әрине қосымша жаңа президент, мемлекет басшысы қылмыстық кодекстің баптарында да талдау жасау, осы пара беру мен пара алу, парақорлыққа делдал болу қылмысы бойынша да талдау жүргізіп кетуді тапсырды. Бұндағы да енді бірден-бір мақсат әрине сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, тыю, болдырмау әрине, және де осы жағдай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту, қоғамда азаматтардың құқықтарын қорғау әрине. Келешекте барша болып осы жағдай азаматтар мемлекеттік органдармен бірлесе отырып сыбайлас жемқорлықпен белсенді іс-әрекет, белсенді күрес жүргізуіміз керекпіз әрине. Бұл бірден-бір жағдай азаматтық өзіміздің позициямызды, көзқарасымызды күшейтеді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы санамызды күшейтеді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу қабілетін күшейтеді әрине. Және де осы қоғамымызда татулық, бірлік, игілік молая түсіп, қарым-қатынасымызда әрине жаңағыдай қарым-қатынасымызда құқық бұзушылық, заң бұзушылық азаятын сөзсіз. Сондықтан да енді мен енді бүгінгі пікірімді аяқтай отыра нақты ұсыныс жасауым келіп тұр азаматтарға. Бұл енді мемлекет басшысының бұл бастамасын, бұл бағдарын, бұл осы берген тапсырмасын қолдаймыз бәріміз әрине. Өте жақсы тапсырма, өте керекті тапсырма. Өйткені бұл жағдай осы жағдайда қоғамның көмегінсіз, азаматтардың көмегінсіз
жалпылай қоғам атсалыспай, мемлекеттік органдар бірлесе отырып, жаңағыдай қоғаммен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды бірлесе жүргізбесе, және де ол бір бағытта болмаса, кешенді болмаса, бір тұтас әрекет жасаған, бір тұтас бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізілмесе, бұл енді қоғамның көмегінсіз сыбайлас жемқорлықпен күрес бекершілік деп санаймын, бекер болады деп. Сондықтан баршамызды осы сыбайлас жемқорлықпен күреске атсалысуға, белсенді атсалысуға жаңағыдай шақырамын азаматтар. Бұл біздің жаңағыдай ұстанымымыз болу керек, бұл біздің мақсатымыз, бағыт-бағдарымыз болу керек. Және де мемлекет басшысының бастамасын бәріміз қолдаймыз. Өте игілі, керекті, дұрыс бағыт. Көп рахмет сіздерге.